Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет рецепттердің бірі. Тойларда хит болып жатқан, қонақтарға бірден ұнайтын тойымды салаттардың бірі ол стир-фрай салатының рецептімен бөлісемін. Стир-фрай дегеніміз ағылшыншада қуырылған деген мағына береді. Яғни баклажан мен тауықтың төс етінен қуырылған салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең бірінші жұмысымыз тауықтың төс етін маринадтап қою. Ол үшін ең алдымен тауықтың етін жуып, тазалап, орташа үлкендікте тура видеодағыдай етіп турап аламыз. Бөлек ыдысымызға турап алынған етімізді салып, маринадтау үшін үстіне қант, тұз, паприка, крахмал, чеснок және сұйық майды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң 25 минутқа тындыруға алып қоямыз. Бізде келесі кезек баклажанды сыртын жартылай тазалап, тура видеодағыдай етіп, бөлектерге бөліп аламыз. Туралған баклажандарымызды крахмалға жақсылап аунатып аламыз. Сосын 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қалған көкөністердің барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Салатты әдемі етіп көрініп тұру үшін осындай ұзынша етіп тұруымыз керек. Помидор, тәтті бұрыш және аскөктерден пайдаланамыз. Барлық көкөністерді турап болған соң іші шұңқыр бөлек ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Келесі кезек қазанымызды газға қойып, сұйық майымызды керек мөлшерде құямыз. Және қазандағы майды қыздырып алған соң, қызып тұрған майға бағанағы баклажандарымызды салып, жақсылап қызартырып алатын боламыз. Дәл осындай баклажандарымыз қып-қызыл болып қызарған кезде майдан аламыз. Дәл осылай жалғастыра отырып, барлық баклажандарымызды майға қуырып аламыз. Баклажандарымызды қуырып болған соң, қалған майына жақсылап қыздырып, бағанағы маринадталған тауықтың төс етін қуырып аламыз. Оны да дәл солай қып-қызыл етіп, әбден қуырып алуымыз керек. Қуырып алынған тауық еті мен баклажанды бағанағы турап дайындап қойған көкөністердің үстіне қосып, және кез келген өзіңіз ұнататын аскөктерден пайдалана отырып, дәміне қарай тұз, соя соусы және арнайы аройды соусын қосасыз. Бұл жерде менің қосқаным видеоға түспей қалған, бірақ осы жерге соустың суретін қалдырып кетемін. Барлық заттарын қосып болған соң, жақсылап араластырамыз және тарелкаларға салып, қонақтарға ұсынуыңызға болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
дәмі өте керемет. Бір жасағаннан қайта-қайта жасайтын боласыз. Егер рецептім ұнаса және сізге пайдаңызға жараса, мені қолдап, лайк басып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.